Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәл осындай жұмсақ болып шығатын духовкада пирожкилар дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен жылы үстімізге жылы суымызды құямыз. Толық рецепт астына қалдыратын боламын. 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Дрожжымызды саламыз. Үлкен ас қасықпен 1-1,5 қасық салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнымызды салып, біртіндеп бөліп салып, жақсылап қасықтың көмегімен, одан кейін қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа немесе 40-45 минутқа қалдырып қоямыз жылы жерде. Осымен біздің қамырымыз 1 сағат көлемінде тұрды, жақсы болып көтерілді. Енді осылай созып бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Және көріп тұрғандарыңыздай барлығын домалақтап етіп 1-5 минутқа қалдырамыз. Сонда біздің қамырымыз жақсы тынады. Енді дайын қамырларымызды жайып бастаймыз. Начинкасына мен квашеный капуста мен пиязды қуырып салдым. Қалауларыңыз бойынша картошка салсаңыздар болады. Әркім өз қалауы бойынша салуға болады. Менде бүгінгі пирожки квашеный капустамен. Барлығын видеода көріп тұрғандай түйіп шығамыз. Барлық пирожкиларымыз дайын болды. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, жақсылап жағып шығамыз. Одан кейін 200 градуста 10-15 минутта пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің пирожкиларымыз дайын, өте дәмді, ерекше болып шықты. Және каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, лайк басып қолдап кетуді де ұмытпаңыздар. Ас болсын.